Қайырлы күн, саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбымыз тағамдық қоспа ретінде қолданылатын оксидтер өкілдері. Алдымен тоқталайық, қандай оксидтерді қарастырамыз. Көміртек оксиді Е290, кремний оксиді Е551, азот оксиді Е918 және титан оксиді мен темір оксиді Е171-172 атты тағамдық қоспаларға тоқталамыз. Алдымен Е290, яғни көмір қышқыл газы немесе СО2 дейміз. Тағамдық өнеркәсіпте консервант, қышқылды реттегіш ретінде және де антиоксидант ретінде қолданылады екен. Физикалық қасиеті, яғни білетіндей біз инертті, түссіз, иіссіз, СО2, яғни формуласы суда қышқыл түзде ериді екен. Жалпы көмір қышқыл газының қауіпіне келетін болсақ, яғни концентрациясы 7-10% асса, бұл қауіпті. Оның белгілері: бас ауыру, бас айналу, есту қабілетінің бұзылуы, сананың жоғалуы екен. Және де жоғары газдалған сусынның зияны, яғни бізде газдалған сусындардың құрамында көмір қышқыл газы бар. Егер оны іше берсе, асқазан жолдарының ауруларына әкеп соғады. Жаралар, гастрит, кекіру және кебілу, кебудеміз және вздутие, кальцийдің дене сүйектерінен шайылуына әсер етеді екен. Және де қолдануына келетін болсақ, СО2 бізде алкогольді сусын өндірісінде, көмір қышқылының дезинфекциялық және микробқа қарсы әсер ретінде, пісіру ұнтағы, нан өнімдеріне, сән және әсемдеу ретінде және де шарап өнімдерін өндіруде қолданылады екен. Жалпы кестеге келетін болсақ, көмір қышқыл газы категориясы консервант, пісіру ұнтағы немесе қышқылды реттегіш дейміз, шығу тегі жасанды, қауіпі адам организмі үшін төмен екен. Келесі біздің оксидіміз Е551 атты кремний диоксиді, яғни силициум О2 дейміз. Тағамдық өнімдерін өндіру процесінде технологиялық мақсатта қолданылады. Жасанды шығу тегі бар, жалпы жиналмайтын қоспа болып табылады екен. Физикалық қасиеттері қатты, түссіз, иіссіз, диэлекті және де суда ерімейді екен. Зиянына келетін болса, кремний диоксиді, оның шаңы, яғни кремний диоксидінен шыққан шаң ингаляцияның тудырып улы екен. Анцероген дейміз, яғни асбест шаңы секілді. Ингаляциялау, яғни бронхитке, өкпенің қабыну, яғни силикоз дейміз, және де қатерлі ісікке алып келеді екен. Сондықтан бұның шаңымен демалуға өте зиян екен. Қолдануы жиналып қалмас үшін қолданылады, яғни тағамдардың бір-біріне комок дейміз, жиналып қалмас үшін, тіс пасталарының өндірісінде, фармацевтика өнеркәсібінде және дәрілік препарат, яғни антирасорбент ретінде қолданылады екен. Қызықты факт айтатын болсақ, кремний диоксиді жайлы Францияда жүргізілген 15 жылдық зерттеу нәтижесінде осы кремний диоксиді жоғары суды тұтыну Альцгеймер ауруының даму қаупін 11%-ға төмендеткенін көрсетеді. Яғни сіз егер де құрамында осы кремний диоксиді бар су ішетін болсаңыз, Альцгеймер ауруының алдын алу мүмкін екен. Кестеге назар аударсақ, кремний диоксиді кептіру, кесуге қарсы көбік кетіргіш, бөлгіш агент ретінде қолданылады. Шығу тегі жасанды, адам организмі үшін төмен екен қаупі. Келесі біздің оксидіміз, бұл азот оксидтері, Е918 атты синтетикалық шыққан глазурлер тамақ өнімдерін өндіру процесінде технологиялық мақсатта қолданылады екен. Жалпы зиянына келетін болсақ, оның шаңы жаңағындай ингаляцияға төтеп береді екен, бронхитке алып келеді екен, және де орталық жүйке жүйесіне әсер етіп қоймай, гемоглобиннің байланысуына, яғни қанның зақымдалуына әкеледі екен. Өкпе тіндеріндегі аэробты тотығу депрессиясына әкеліп, нәтижесінде өкпенің ісінуіне, яғни өкпенің қабынуына әкеледі екен. Жалпы атауы азот оксидтері, яғни нақты айтылмаған, қай валенттегі оксиді айтылмаған, жалпы түрде азот оксидтер деп қолданылады екен. Категориясы жылтыратқыш дейміз, шығу тегі жасанды, адам организмі үшін қаупі жоғары екен.
Келесі біздің тағамдық қоспамыз титан диоксиді, яғни титан O2 дейміз, 271 атты. Тамақ өнеркәсібінде ақ бояғыш ретінде, яғни ақ түсті беру үшін қолданылады. Яғни мынандай тағамдардың құрамында бар бұл. Яғни сағыз дейміз, сағыз өнеркәсібінде, нанның өнімдерінде, түрлі соус, яғни тұздықтар дейміз, және де балмұздақтың құрамында кездеседі екен. Қаупі адам организмі үшін, яғни Е771 бұл бояғыш ұнтағын ингаляциялау қатерлі ісік ауруының ықтималдығын арттырады екен. Егеу құрлықтарға мысалы зерттеулер көрсеткендей, титан диоксидінің шаңы адамдар үшін канцерогенді, яғни бірден жолы бұл қатерлі ісік, яғни титан диоксидін қолдансаң, сен қатерлі ісікке алып келеді екен. Сондықтан өте абай болу керек. Атауы титан диоксиді бояғыш, табиғи және де қаупі өте жоғары екен. Келесі біздің Е172 атты темір оксидтері. Мұнда да нақты айтылмаған қай темір, яғни барлығын темір оксидтер деген. Сары, қызғылт сары, қызыл, қоңыр және қара түстерге бояу үшін бояғыш ретінде қолданылады екен. Зияны, яғни темірдің концентрациясы егер жоғары болатын болса, яғни концентрациясы кезінде бос радикалдар түзілсе, бұл инфаркт пен инсультке әкеп соғады екен. Яғни сонымен қатар бауырдың ісігіне де душар етеді. Бояғыш ретінде қолдану жерлері, яғни бұл жасанды ет өнімдерін өндіру процесінде, жасанды балық уылдырығы құрамында, шоколад өнімдері, кәмпит, торт дейміз, яғни осылардың құрамында кездеседі екен. Яғни кестеге келсек, атауы темір оксиді, категориясы бояғыш, шығу тегі табиғи және де қауіпі адам организмі үшін орташа болып табылады екен. Жалпы осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.